Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен бірге чөп салатсыз баклажан жасайтын боламыз. Ол үшін бізге қызанақ, руккола, кисло-сладкий соус, баклажан, крахмал және күнжіт қажет. Ең алдымен баклажанымызды жуып тазалап алған соң, бірнеше бөлікке бөліп, дәл видеодағыдай тураймыз. Баклажанымызды турау кезінде оның формаларын бірдей және тым майда болып кетпеуіне мән береміз. Баклажанымызды турап болған соң, оған өз қалауларыңызша тұз қосасыздар. Тұз қосып, баклажанымызды жақсылап араластырып, 5 минуттай уақытқа қойып аламыз. Одан соң крахмалымызды баклажанымызға сеуіп, жақсылап араластырып, 15 минуттай уақытқа қойып қоямыз. Баклажанымызды 15 минутқа қалдырып, ол кезде помидорымызды тазалап, турап дайындап аламыз. Помидорымызды бірнеше бөлікке бөліп, баклажанның формасына ұқсат етіп, біркелкі етіп турап аламыз. Енді кезекте жуып тазаланған рукколамызды осылай ірілеу етіп турап аламыз. Қатты майдалап тураудың қажеті жоқ. 15 минут уақыт өткен соң, крахмалға салынған баклажанымызды қызып тұрған майға салып қуырамыз. Баклажанды видеодағыдай әдемі қызартып, жақсылап қуырамыз. Барлық ингредиенттерімізді дайындап алған соң, тарелкаға салатымызды жинайтын боламыз. Ең алдымен қызанақ, содан соң руккола, және баклажан. Салатымыздың үстіне кисло-сладкий соусымызды қалауларыңыз бойынша қосып аласыздар. Салатқа ерекше дәм мен әдемілік беру үшін күнжіт сепсеңіздер болады. Біздің ерекше дәмді баклажан қосылған салатымыз дайын. Үйлеріңізде жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.